тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың мынандай бір сөзі бар еді. Болашақта кітап оқитындар телевизор қарайтындарды басқарады. Словам одного великого, который сказал: те, кто читает книги, будут руководить над теми, кто смотрит интернет. Және қазір біраз жыл өткен соң, осы ойды тереңірек түсінген сияқтымын. Себебі шынымен де бәрі сол заманға келе жатыр. Неге десеңіздер, кітап оқу деген ол мүлдем бөлек процесс. Видео қараудан, себебі ол фокус, концентрацияны қажет етеді. Және қазіргі заманда фокус деген не? Қазіргі заман деген ақпараттың изобилиесі. Дейді ғой, өте көп ақпарат бар. Кез келген тақырыпқа қалай байып кетуге болады, қалай бизнес құруға болады. Ағылшын тілінде тегін негізі үйренуге болады. Бірақ жалғыз керек нәрсе құпия ингредиент, ол деген фокус, концентрация қою. Және меніңше телефондар және YouTube біздің осы фокус қою, назар қою қабілетімізді ұрлап жатқан секілді. Сол үшін мүмкін кітаптарды көбірек оқып, телефондарды азырақ қарайтын уақыт келген шығар.